Адамзат қазба энергия көздеріне тәуелді болды, бірақ олардың тапшылығы бүкіл адамзаттың жойылып кетуінің аз-ақ алдында қалдырды. Сол кезде ғалымдар гендік инженерияның көмегімен энергия өндіретін ерекше гүлдерді ойлап тапты. Бұл адамзаттың өмірін түбегейлі өзгертті. 16 жасқа толған әрбір адам әдемі болу үшін пластикалық отадан өтеді. Олар бұл процедурадан өтпеген жастардан бөлек өмір сүреді. Процедурадан өтпегендерді ұсқынсыздар деп атайтын. Телли өзі әдемі болатын күнді асыға күтуде. Оның ең жақын досы Переске операция бірнеше ай бұрын белгіленген. Содан кейін ол өзеннің арғы жағындағы сұлулар тұратын ауданға көшеді. Олар операциядан бір ай өткен соң кездесеміз деп уәде етеді. Алайда операциядан кейін Перес байланысқа шықпайды. Қыз түсінбей қалады. Сондықтан ол әдемі адамдар тұратын ауданға көпір арқылы өтуге шешім қабылдайды. Бетперде киіп алған Телли олардың арасында жүріп, өзгеріп кеткен Пересті кездестіреді. Ол мүлдем өзгеріп кеткен, енді өзінің онымен дос болғысы келмейтінін айтады. Теллиді күзетшілер байқап қалады. Қыз құтқару желеткесімен қашайын деп шешеді. Ол көпірде жасырынып тұрғанда қауіпсіздік қызметінің тікұшағы оны байқап қалады. Оған көмекке ховербордпен ұшып жүрген Ши атты қыз келеді. Осы оқиғадан кейін екеуі жақын дос болып кетті. Жаңа құрбысы Теллиді ховербордпен ұшуға үйретеді. Ши сондай-ақ оны еркіндік сүйгіш бүлікші қыздармен де таныстырады. Бірде Ши Теллиге міндетті пластикалық оталардан бас тартқан еркін адамдар тұратын түтін тобына қосылуды ойлап жүргенін айтады. Телли түтіннің бар екеніне сенбейді, сондықтан Ши оған бұл пікірінің қате екенін дәлелдемек болып өзімен бірге алып кетеді. Шекараның қоршалған жерінде өздерінің коммуналын қалдырып, олар орманға енеді. Табиғаттың сұлулығынан бөлек, оларды постапокалиптикалық қираған ғимараттар да күтіп тұрды. Ши от жағып түтіннің жетекшісі Дэвидті шақырады. Алайда Телли Шидің соңынан ергісі келмей қалады. Егер оларды осы іс үшін ұстап алса, оған ешқашан операция жасамайтын болады, оны әдемі қылатын. Осылай олардың жолы екіге бөлінеді. Бірақ уақыты келгенде Теллиді ерекше жағдайлар бөлімшесіне шақырады. Оны осының бәрінің артында тұрған доктор Кейбл шақырыпты. Доктор Кейблде оған ұсыныс бар. Ол әдемі адамдар қаласын жоюды жоспарлап жүрген қауіпті террорист Дэвидті табуға көмектесуі керек. Кешке сұлулар ауданынан операциядан өткен Перес оған келеді. Жігіт олардың соңғы кездесуінде қателескенін мойындап, доктордың ұсынысын қабылдауды өтінеді. Оны қатты сағынғанын айтып, осылай Телли олардың агенті болуға келіседі. Доктор Кейбл оған медальон береді. Оны іске қосса, оған арнайы жасақ келетін болады. Кейін Телли Ши қалдырған белгілерді басшылыққа алып жолға шығады. Ол темір жолдар бойымен саяхаттап, тік жартастардан асып, ерекше гүлдер алқабына жетеді. Белгі бойынша ол осы жерде түнеу керек. Алайда түн ортасында ол оянып кетіп, айналасының өртке оралғанын көреді. Ол айналадағы жалыннан қалай құтыларын білмеді. Сол кезде Дэвид оған көмекке келеді. Ол Теллидің заттарын сканерлеп, жасырылған маякты алып тастайды. Доктор Кейблге маяктың жойылғаны туралы хабарланады. Бұл оның олармен кездескенінің белгісі болатын. Сондықтан доктор өзінің адамдарын жібереді. Таңертең Дэвид Теллиді басқа түтін мүшелерімен, соның ішінде Ши мен Дэвидтің досы Кроймен таныстырады. Ши құрбысын олардың ортасында қалып, оларды жақыннан танып көруге көндіреді. Телли келісіп, келесі күні олармен бірге тікұшаққа мініп, ерекше гүлдерді өртеуге аттанады. Олардың айтуынша, бұл гүлдер жерден барлық нәрді сорып алып, басқа өсімдіктердің табиғи таралуына кедергі келтіреді. Сондықтан оларды жою игі іс. Жұмыс кезінде Ши тікұшақтан құлап кетеді. Телли құрбысын түтін арасынан шығару үшін төменге секіреді. Осы сәтте барлаушылар пайда болады. Қыздар арқаннан ұстап, әріптестері оларды тікұшаққа шығарады. Крой Теллиден күдіктене бастайды. Өйткені олар онымен танысқаннан бері барлаушылар көріне бастады. Алайда Дэвид оған сенеді. Олар операция жасаудан бас тартқан адамдар тұратын елді мекенге оралады. Телли Дэвидке жақындай түседі. Ол оған садақпен атуды үйретіп, физикалық еңбектің қыр-сырын көрсетеді. Жергілікті тұрғындар ресурстар іздеп темір жолды бұза бастайды. Дэвид осында дүниеге келген екен, өйткені оның ата-анасы қаладан қашып кеткен. Теллидің қолындағы мозольдерді байқап, жігіт оған қолғап береді. Жергілікті тұрғындар барлық заттарын өз қолдарымен жасайды, 3 принтерлерді пайдаланбай. Қарапайымдылық пен жергілікті халықтың мейірімділігіне қарамастан, барлығы Теллиге сене бермейді. Қыз Дэвидтің қаруы туралы білуге тырысады. Тікелей сұрағанда, жігіт оны ата-анасы Эйс пен Мади тұратын шалғай үйге алып барады. Олар бұрын қалада хирург болған екен. Бірақ операциялардың адамдарда әдемі ғана емес, олардың миына да зиян келтіретінін білген екен. Басқаша айтқанда, бұл операция адамдарды ақымақ қылады. Кейблге бұл туралы айтқан кезде, ол зерттеуді тоқтатуға бұйрық берген. Дэвидтің ата-анасы қашып кетіп, миға зақым келтіргендерді емдейтін дәрі ойлап тапқан.
Бирок бул дәріні адам өз еркімен кабылдау керек, әйтпесе дәрі өлімге алып келуі мүмкін. Бул дәріден доктор Кейбл қатты қорқат, себебі ол оның бийлигине кауіп төндүрөт. Осы әңгімеден кейін Телли медальонды отқа лақтыруға шешім қабылдайды. Бірақ жоғары температура салдарынан медальон доктор Кейблге белгі береді. Ол Дэвидке осында қалғысы келетінін мойындайды. Бірақ таңертең арнайы бөлімше жауынгерлері, соның ішінде модификацияланған Перес, елді мекенге шабуыл жасайды. Дэвид пен Телли жасырынып, олардың қалай бәрін тұтқынға алып жатқанының куәсі болады. Доктор Кейбл Эйс пен Мадиден ұлдарын беруді талап етеді. Олар бас тартқанда ол Переске Эйстің көзін құртуды бұйырады. Дэвид әкесіне қарай жүгіріп, анасы оның сөмкесіне дәрі капсуласын салып жібергенін байқамай қалады. Теллиге Кейбл террористті ұстауға көмектескені үшін алғыс айтады. Ал кейін енді оған қалаға оралып, операциядан өтуге болатынын айтады. Түтін тұрғындары оны қарғай бастайды. Бірақ Телли қоймаға қашып, жанармай төгіп өрт шығарады. Осылай ұшудан Дэвид қашып құтылып, орманға тығылады. Арнайы бөлімше жауынгерлері елді мекенді қиратқаннан кейін тұтқындарды ұшақтарға тиеп алып кетеді. Олар кеткеннен кейін Телли Дэвидтің панасына барып, ауыл тұрғындарын бірге құтқаруға шақырады. Олар тікұшақпен қалаға ұшады. Сол жерде Телли бүлікшілерді диверсия ұйымдастыруға көндіреді. Осыдан кейін олар аспанда түтін тірі деген жазуы бар белгі жағады. Дэвид пен Телли ашық шлюзге кіріп, ангар арқылы күзетшілердің жанынан өтіп кетеді. Олар күзетшінің бірін есінен тандырып, тұтқындар отырған камераны ашады. Бұл уақытта Шей операциядан өтіп жатқан болатын. Телли Дэвид пен Мэддимен бірге оны құтқаруға аттанады. Бірақ операция бөлмесіне кіргенде Шейдің мүлдем өзгеріп кеткенін көреді. Сол сәтте доктор Кейбл мен Перес пайда болады. Олар енді Телли мен басқаларға операция жасап, оларды әдемі ақымақ етпекші. Бірақ дәл осы кезде терезе сыртында тікұшақ көрінеді. Крой отты шарлар ататын қаруды іске қосып, бөлмедегі жабдықтарды өртеп жібереді. Операция өрттің кесірінен тоқтатылады, ал науқастар өз бокстарынан шығып қашады. Мэдди қораптан дәрінің екінші компонентін алып кетеді. Шатырға шыққанда қашқындар Переспен бетпе-бет кездеді. Олардың арасында төбелес басталады. Оның барысында бұрынғы дос шатырдың шетіне бір қолымен ілініп қалады. Телли оны құтқаруға тырысады, бірақ Перес төменге құлап кетеді. Осыдан кейін олар қаладан сәтті қашып шығады. Ежелгі өркениет қирандыларына жеткен соң, олар ақылсыздықтан емдейтін дәріні сынақтан өткізбек болады. Оларға тек ерікті адам табу керек. Телли ерікті Шей болады деп үміттенгенімен, алайда ол бас тартады. Ол өзінің осы қалпында қалғысы келетінін, олармен орманда тұрудан шаршағанын айтады. Сол кезде Телли өз еркімен операцияға келіседі. Ол операциядан кейін достарына оралып, оларға вакцинаны енгізуге уәде береді. Қоштасқаннан кейін Телли Шеймен бірге ұшаққа отырады. Фильмнің соңында Телли өзінің керемет пәтерінде жүріп, дауысты көмекшіге өзін керемет сезініп жатқанын айтады. Фильм осымен аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы